Қазақ ұлттық музыка академиясының өнерпаздары тәуелсіздікке тарту жасады. Ел егемендігінің 25 жылдығына әлемдік классиканы фортепианода шебер ойнады. Ең үлкен музыка аспабы орган. Бұл құрылғыдан өзге музыкалық аспаптардан құдіреті жетпеген дыбыстар шығады. Күй-сандықтан шыққан әуендер тәуелсіздік мерейтойына тарту болды. Қазақ ұлттық музыка академиясы фортепиано кафедрасының студенттері елге деген сүйіспеншіліктерін әнмен жеткізді. Үлкен сахнада өнер көрсеткен жастар фортепианолық және камералық ансамбльдерде, сондай-ақ орган аспабында шебер ойнады. Готовясь к этому концерту, Кеш бағдарламасын дайындау барысында тек орган аспабында ғана орындалатын шығармаларды таңдаған жоқпыз. Сондай-ақ студенттер вокалдық әндерді де орындап шығады. Бағдарламаның әртүрлілігі көрермендерді жалықтырмайды деген ойдамыз. Әсіресе студенттер үшін музыкалық құрылғыда ойнау қиындық туғызады. Орган сазды аспаптардың падишасы, көлемі жағынан ең үлкені және аса күрделісі. Бірақ органның пернелерінен төгілген үн жанды тебірентпей қоймайды. Органда орындалатын бір шығарманы студент үйрену үшін 50-60 күн уақытын жұмсайды екен. Бүгінгі кеште өнер көрсеткен Айымгүл Сыздықова 4-ші курстың студенті. Ол осыдан 2 жыл бұрын орган аспабымен алғаш рет танысқан. Ойнау ерекшелігі өзгеше болғандықтан болар, үйренуге көп уақытымды жұмсадым дейді жас өнерпаз. Мен өзі негізі 5 жасымнан осы музыка өнеріне қадам бастым алғаш рет. Осы қадам басуыма өз үлесін қосқан анам Моцарттың Аллилуйя деген шығармасын орындаймын. Осы шығармамен осы кешті аяқтаймын. Ең соңғы номер болады. Өзі Моцарттың шығармашылығы өте бір қиын шығармалар болып табылады. Өйткені арнайы өзінің бір ерекшеліктері бар. Оны орындау үшін музыкалық өзі профессионализм дейді ғой. Профессионализм болу керек. Сахна төрінде үлкен орган, 2 рояль орналасқан. Барша студент барын салып көрермендерді сұлу сазға елітті. Асқақ классиканы тыңдаған қауым тынымсыз тіршілікті бір сәт ұмытып, музыканың құдіретін сезінді. Орган үні астаналықтардың да жүрегіне жол тапты. Келушілердің құлақ құрышын қандырды. Фортепианода орындалатын бір туындыны 10 мен тыңдаған адамның ақыл коэффициенті 11-ке дейін жоғарылайтын ғалымдар дәлелдеп шыққан. Ал 1,5 сағаттық кеште көрерменнің бойынан қандай өзгерістер байқауға болады? Бұл есептеулерді өздеріңізге қалдырсақ. Камила Маулен, Мәдениетке саяхат, Астана.